4 ағайынды 90-шы жылдардың басында спортшы студент жастар арасынан құрылған ұйымдасқан қылмыстық топ. 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобын Серік Матышев, Еркін Ізбасаров, Құрманғали Сатыбалдиев және Асқар Үшкеев басқарды. Құрманғали Сатыбалдиев Түркменстанның тумасы еді. 4 ағайынды тобының жетекшілері бір-бірімен туыстық байланыстары жоқ болатын. Олардың араларында жақын, сенімді қарым-қатынас орнаған. Сондықтан олар өз топтарын осылай атады. Бұлайша 90-шы жылдары рэкет кәсіпорындарды рейдерлік басып алу, бопсалау және тапсырыс бойынша өлтірумен айналысқан қылмыстық әлемнің өкілдері браток деп аталды. 90-шы жылдары топ құрамында 300-ден астам адам болды деп саналады. Қылмыстық әрекеттің аясы келесі салалар мен нысандарға тарады. Қазақстан-Қытай шекарасы арқылы алкогольді және халық тұтынатын тауарларды заңсыз өткізу, қорғас және бақты кеден бекеттерін қылмыстық бақылау, астық, құрылыс бизнесі, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жанар-жағармай материалдарын темір жол арқылы тасымалдау, Ақтау теңіз порты, көптеген ойын-сауық мекемелері, Алматы, Ақтөбе, Тараз, Ақтау қалаларындағы казинолар, клубтар, мейрамханалар, Алматы және облыстағы киім базарлары. Алматы қаласын Сталлоне деген атқа ие болған Еркіннің ағасы Қайрат Ізбасар басқарды. Айшуақ Жантүгел тобы 1995-96 жылдары пайда болған. Ол 4 ағайынды тобынан бөлінген. 4 ағайынды тобының екі жетекшісі Серік Матышев пен Құрманғали Сатыбалдиев оның құрамынан шығу туралы шешім қабылдады. Фамилияларын Жантүгел, Айшуақ деп өзгертіп, өз бригадаларын құрған. Айшуақ Жантүгел қылмыстық тобы Алматы мен Алматы облысында әрекет еткен. Оның қатарында бұрынғы құқық қорғау органдарының қызметкерлері, ауған ардагерлері және спортшылардан құралған 100-ден астам жауынгерлер болған. Банданың құрамы еліміздің шығыс және оңтүстік өңірлерінен көшіп келушілерден туысқандық принцип бойынша жасақталды. Жаңа банда негізінен кәсіпкерлер мен көпестерден ақша бопсалау, ақша үшін адамдарды ұрлау, тонау, тағы басқамен айналысқан. Айшуақ пен Жантүгел ресми түрде астық пен жұмыртқа өндірумен, темір жол тасымалдарымен айналыса бастады. Осы заңды кәсіпорындар арқылы олар өздерінің заңсыз капиталдарын жылыстады. 2015 жылы Айшуақ Құрманғали түрмеден шыққан соң ауыр науқастан қайтыс болды. Серік Жантүгел бұрынғы Серік Матышев бірте-бірте қылмыстық саладан алыстап, Қапшағайдағы Астория, Фламинго, Бомбей және Ксо казиноларының бірқатарын өз қолына алып, ойын бизнесін дамытуға белсене араласты. Олардың орнын топтың жаңа басшылары ретінде Шпек лақабатты Руслан Рамазан, Аухат Қалиев және Оралхан иеленді. Топ бұрынғы атауын сақтап қалды. Марат Н. есімді ішкі істер министрлігінің бұрынғы қызметкері Караван басылымына 2022 жылы баяндаған әңгімесіне сәйкес 90-шы жылдардың аяғында Алматы базарларына 3 қылмыстық топ қараған. Олар Рыбачинскийлер, 4 браты мен Айшуақ Жантүгел. Қорғас жолын қарсыластарынан босатып, Қапшағай қаласындағы ойын автоматтары залдарын өз бақылауына алған Рыбачинскийлердің басшылары Алматының базарлары мен ойын-сауық орталықтарына бақылау орнатуға белсенді кірісті. 4 ағайынды басшыларына бұл ұнамады. Сондықтан олар Рыбачинскийлердің басшысын жоюға бұйрық берді. Соның нәтижесінде 2005 жылдың күзінде Алматы облысы Қарасай ауданындағы базарда 4 ағайынды жендеттерінің бірі көптеген куәгерлердің көзінше пышағын суырып алып, Рыбачинскийлердің басшысына бірнеше рет сұққан. Жәбірленуші қайтыс болды, ал өлтіруші тез арада оқиға орнынан кетіп қалды. Осы көрнекі қырғыннан кейін 4 ағайынды Рыбачинскийлермен уақытша бітімге келісті. Марат Н. 2000 жылдардың басында топ Алматының көтерме кейін базарларында қызметін жандандырғанын айтады. Топтың бригадирлері мен қатардағы жауынгерлер барлық көтерме дүкендердің саудагерлеріне салық беруге мәжбүрлеп қойған. Әрбір кәсіпкер рәкеттерге күн сайын 2-3 мың теңге төлеуге міндетті болды. Салық төлеуден үзілді-кесілді бас тартқан кәсіпкерлер болса, онда оған мүмкін болатын қиыншылықтар туралы ымдап айтатын болған. Егер ол ақшасын төлегісі келмесе, топ жауынгерлері оны жұмыстан кейін ұстап алып, қатты соққыға жыққан. Бұрынғы Юрубоп қызметкері 2007 жылдың 1-2 айында базардың 10 қызметкері із-түзсіз жоғалып кеткенін айтады. Кейінірек 4-еуі ғана табылды. Бірақ өлі күйінде. Алматы маңындағы Первомайка ауылының маңында 2 кәсіпкердің мәйіті табылды. Зардап шеккендердің бірінің өліміне тұншықтыру себеп болған, ал екіншісінің басын жарған. Екеуінің қалтасының іші сыртқа шығып тұрған. Сондықтан бұл адам өлтірумен аяқталған көшедегі тонау сияқты көрінді. Алматы облысында аймақтық жедел уәкілдер 2 күдіктіні ұстады. Екеуі де 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері екенін және тағы да 4 кәсіпкерді өлтіргенін мойындады. Караван сұхбатшысының айтуынша, осы 2 кісі өлтіруші ұсталғанымен Алматыдағы көтерме сауда дүкендердегі саудагерлердің дүрбелеңі тоқтамаған. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалғаннан кейін тағы 2 кәсіпкер базардан із-түзсіз жоғалып кеткен. Топтың негізін қалаушылардың және жетекшілерінің бірі Еркін Ізбасар 1998 жылы Ақтөбеде көлігінің жарылуы салдарынан, басқа нұсқа бойынша жазатайым оқиға салдарынан мүгедек болып қалды. Байланыстарының болуы Еркін Ізбасардың жауапкершіліктен жалтаруына көмектесті.
2006 жылы Ақтөбеде тәртіп сақшылары ізбасардың үйі мен көлігінен Калашников автоматы, граната мен есірткі тапты. Ол қамауға алынғаннан бірнеше сағат өткеннен кейін босатылды, ал оның қару-жарақтары қайтарылды деп хабарланды. 2008 жылы ізбасар алаяқтық және экономикалық контрабанда үшін түрмеге жабылды. Ол 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бостандыққа шыққаннан кейін 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы белсенді қоғамдық өмірге кірісті. Турнирлер ұйымдастырып, облыс палуандарына жан-жақты қамқорлық жасады. Алайда тергеушілердің айтуынша, қоғамдық шараларға қаржы қылмыстық жолмен алынған кірістерден бөлінген. 2012 жылы Атырау облысының бұрынғы әкімі Бергей Рысқалиевтің төңірегінде ірі сыбайлас жемқорлық дауы шықты. Рысқалиевтің қарамағындағылардың бірі бюджет қаражатын жымқырды деп айыпталды. Бұл Еркін Ізбасардың ағасы Ерболат Ізбасар еді. Қауіпсіздік қызметкерлерінің айтуынша, 2016 жылдың маусымында орын алған лаңкестік әрекетке дәл осы Ізбасардың әрекеті тікелей қатысты. Ізбасар радикализмге және исламның дәстүрлі емес ағымдарына жақындығымен танымал болған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Ақтөбеде бірлескен арнайы операция жүргізіп, Ақтөбе облысында мұнай ұрлау фактісі бойынша Еркін Ізбасар мен оның сыбайластары ұсталды. Қылмыстық іс материалдары шамамен 300 томды құрап, 180 беттен тұратын айыптау актісін мемлекеттік айыптау 2 күн бойы оқыды. Еркін Ізбасар тағылған айыпқа жауап ретінде сотта 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобын құруға қатысы жоқ екенін айтып, мүгедектің қылмыстық әрекетке қатыса алмайтынын алға тартты. 2018 жылы соңғы үкім шығып, Еркін Ізбасар 16 жылға бас бостандығынан айырылды. Ізбасарға 10 бап бойынша, оның ішінде қылмыстық қоғамдастық ұйымдастырды және 39 миллион теңгенің мұнайын ұрлады деген айып тағылды. Жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейтін болды. Онымен бірге айыптылар арасында 26 адам болды. Оның 24-і түрмеге аттанды. Оның ішінде Ақтөбе қалалық ішкі істер басқармасының бұрынғы орынбасары, топтың қамқоршысы болған Рахат Аханов та болды. 2021 жылдың соңында Еркін Ізбасар денсаулығына байланысты жазасын өтеуден босатылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті хабарлады. 16 жылға сотталған ағайынды төртеу тобының жетекшісі Еркін Ізбасар түрмеден босап шықты. Баспасөз қызметі түсіндіргендей, бірінші топтағы мүгедек Ізбасардың денсаулығы түрмеде отыруға мүмкіндік бермеді екен. 2023 жылдың қарашасында Еркін Ізбасар Ақтөбеде қайтыс болды. Қазіргі таңда 4 ағайынды қылмыстық тобы ыдырап кетті. Тағы бір басшы Асқар Үшкеев өзінің қылмыстық тарихынан әлдеқашан бас тартқан. Ол табысты кәсіпкер және ірі жылқы шаруашылығының иесі болды. Қайрат Ізбасар да жазасын өтеп, Қазақстан-Қытай шекарасындағы кеден бекеттерінде қылмыстық бақылау орнатты.